Өткен сабақта біз папка создать етіп барлық материалдар ішіне сақтағаннан кейін бізге мындай бір программа керек. PaintNet. Соны қазір скачать етіп дайындап қояйық. Скачать етеміз. Осылай болады, закрыть десеңдер, ссылкасы шығады. Программасының установочный шығады. Немесе ол жұмыс істемей жатса, предыдущий версиялар бар. Соны жазып сақтасаңдар болады. Ол менде бар, мен оны установить етіп қойғам. Енді бізде алдында біз текстуралардың ішінен бізге мынау әйелдің несі текстурасы керек. PaintNetпен ашамыз соны. Кейін бізге төрт нәрсе бар: инструменты, журнал, слои, палитра. Бізге слои жақтан новый слой қосамыз. Новый слой қосылғаннан кейін осылай көп тұрады. Кейін осы слойға біз кез келген жазу жазсақ болады. Мысалы, IT курс деп жазып, оның шрифтін өзгертіп, размерін өзгертіп, шрифтін өзгертсек болады. Мысалы, Colgate. Примерно егер сейчас тұрса. Или екеуінде почти бірдей. И сәл үлкендей алсақ. Ары қарай өте үлкен кетті. 50. Өздерің ары қарай әдемілеп жасайсыңдар. Мен мұны кішкене қандай цвет болса, мынандай цвет болса, маған в принципе разница жоқ. Так, цвет таңдадық. Енді бізге сол сурет қояйық дейік. Сурет, мысалы, менде дайын загрузканың ішінде мындай папкада менде дайын бір-екі сурет бар. Мысалы, 25-тің логотипін мен оны уже волшебный палочкамен уже обрабатывать етіп дайындап қойдым. Мысалы, мынаны басып, delete деген кнопканы басыңдар бүйтіп. Ішіндегі барлық ақ, мысалы, керек емес жерлерді осылай алып тастасаңдар болады. Кейін перемещение басып, кейін Ctrl-C, и мына жаққа тағы да бір новый слой жасайық. Үшінші слойға Ctrl-V десеңдер, өзде ол сендердің жазуларыңа да әсер етпейді. Кейін былай жылжытып, мына жаққа қойсақ, или ше мына жаққа қойайық. Мысалы, екі логотип болсын дейік. И бізге мысалы осы ұнатты, жақсы. Біз мына фон деген жерден галочка алып тастаймыз. Кейін осыны сохранить етеміз. Біз рабочий столға папка жасап қойғаннан кейін, сол папканың ішіне барып, PNG деп, ана 115 салайын. Кез келген атау өзің қалағандарын. Параметры сохранения дегенде окей. Объединести салайын, окей. Все. Біздің материалымыз дайын. Енді біз Spark Art ашамыз. Бізде Face Tracker ғана дайын. Ашық болып тұрады. Кейін осы жерге правый кнопка мышканы басып,
FaceMesh'ті басып, FaceMesh'тің және оң жағында материал деп тұрады. Материалға плюс басамыз. Және материал пайда болады. Ол материалға біз файл таңдаймыз. Алдына жазған материалға. Менен мына тұр. IT курс 125. Бізге мына project деген жерден edit properties деген нәрсені басу керек. Compression деген жерде сенде 75 деп тұрады. Соны 100-ге дейін апарып done деу керек. Кейін сендерде мынау стандарттан флетқа қойсаңдар более-менее әдемі көрінеді. Кейін біз осы бізге Instagram маска ұнап жатса, біз бұны телефонда көрсек болады. Например, Instagram деген жерге мысалы send десеңдер, Instagram дайындап береді бір тестовый несін. Дайындағанша кішкене күте тұрайық. Кішкене күте тұрайық. Мен мысалы мына жақта бір ссылка деп тестовый ссылка бар. Осын копировать етсеңдер болады. И осын Инстаграмға WhatsAppпен ба бір немен жіберсеңдер, сөйтіп сол Инстаграмда көрсеңдер болады. Егер бәрі ұнап жатса, это publish дейді, публикация. Және публикация жазсаңдар болады сразу же. Это демо видео жазса болады. Мысалы мына play'ді басып, осылай көріп, екі логотиптер тұр, например. И 15 секундтық видео өзі дайындайды. Мен ноутбугым сәл зависать етіп тұрады, енді сәл шыдай тұрайық. Жоқ, керуен жиналыс болып қапты. Жоқ, жиналыс болып қапты. Кейін көрасың ғой, Так, бізде видео дайын. Енді осыны сохранить етсек.
upload деп бассақ, міне публикация дайын болып тұр. Ең осындай бір не шығады менде сайт. Мына названиеға курс деп жазсам, мен ол менің неме инстаграмымда тұрады. Категория жақта мысалы астына селфи болғаннан кейін сол категорияны белгілейміз. Болмай жатса, мысалы басқа да категория болуы мүмкін. Для фанатов деп қояйық, ладно. Солай сияқты категорияны уже өзің неге инстаграмға қарап белгілейсіңдер. Кейін мысалы мына жақта ключевые слова дегенге IT 25 дей салайын. MR, ROM, SROM, school дей салайын. С ключевые словами іздесек болады. Кейін бізге бір картинка керек. Картинка не үшін керек? Мынау инстаграм масканың мындай картинкасына байланысты. Қандай картинка, соны да таңдайсыңдар мысалы. И барлық описаниялар дайын болса, біз оны отправить етеміз. Какая-то ошибка шығып жатыр. Обновить клик. Вот, нормально было шығар. Так. Курс. Инстаграм аты. Это категория селфи. Потом мне это IT курс. Бізге картинка керек. Айттым алдында не үшін екенін. Кнопка мындай осындай сияқты тұрады сценарийде. Кейін автор деген авторлар басқа екі адам бірге жұмыс істесеңдер де соны белгілесеңдер болады. Кейін отправить десек, одобрениеға жібереміз. Ең осы инстаграм мен фейсбук бір-бірімен связаны болса, сендер программаға фейсбукпен кірсеңдер, сендерде инстаграмдарында тұрады. Не қазір менде ошибка деп шығып жатыр. Менде уже одобрение кетіп қалыпты. Главный экран деген жерде мысалы екі проект кетіп қалыпты. Ваш проект на проверке дейді.
қойып қоя салайын. Мен мына проектім, который қазір ғана жіберген, ол на проверке болып тұр. Проверкадан өткеннен кейін ол уже менің инстаграм страницамда тұрады автоматически. И тағы да мындай сендерге статистика көрсетіп тұрады, кім қанша рет қолданды, кім қанша рет көрді деген сияқты. Сол жалпы осылай ең оңайы инстаграм маска жазу мен картинка. Соны істеп үйренсеңдер, ары қарай оңай